Қайырлы күн. Ата заң бойынша унитарлық мемлекет құрған қазақ еліне мен космополитизм туралы айтып өтейін. Космополитизм дегеніміз не? Космополитизмнің анықтамасында бұның авторы Диоген деп айтады. Өздеріңіз білесіздер. Бөшкенің ішінде өмір сүріп, мен әлем адамымын деген Диоген, және де Сократ, Эпикет, көптеген адамдар бұны ғылым саласында авторлыққа таласып жатады. Мәселе ол емес. Мәселе ата заң бойынша унитарлық мемлекеті бар қазақ елінде, көп ұлтты қазақ ел емес, унитарлық мемлекетте космополитизмнің қандай зияндары бар айтып өтейін. Бұның космополитикада бұл әлем азаматын жасауды көздейді. Яғни кейбір жағдайларда да өздеріңіз білесіздер, төлқұжаттардан ұлттық жазуды, қазақ деген жазуды алып тастау туралы, осындай саясат жүргізіліп жатса алып тастау туралы ұсыныстар болады. Және де ұлттық мүдде көп жағдайда тіл мәселесі, дін мәселесі әдеп құрып әлсірейді. Мысалға, одан кейін мынау жаһандық болуға, мынау жаһандықты қолдайтындар көбейетін болады. Және бір сөзбен айтқанда, космополитизм бұл дүбәралықты көздейтін саясат болып табылады. Ал енді космополитизмнің көріністері туралы айтатын болсақ, космополитизмнің мынандай көріністері бар. Космополитизмде ұлттық құндылықтар құлдырайды. Мысалға, ұлттық құндылықтар дегеніміз сіздің мынау әдеп ғұрпыңыз, ата бабамыздан келе жатқан мынау жеті ата тектілікті сақтау, мінекей осылардың барлығы жаңағы құнсыздана бастайды. Одан гөрі мысалы әдеп ғұрыпты айтқан адамдарды, мысалға орамал таққан адамдарды келемеждеу, одан гөрі жаңағы ЛГБТ сияқты бір жыныстыларды қолдау саясаты жүре бастайды. Әдеп ғұрыпты сақтағандарды ескішілдеп келемеждеу, одан кейін мынау қазақ тілін мойындамау, бұл космополитизмнің нәтижелері. Одан кейін тағы да айтатын болсақ, исламды әлсіретіп, мынау тәңіршілдікті насихаттау, және де әйтеуір бір көздегені бар, мынау ұлттық саясатты, ұлттық идеологияны бұзу көздеудің барлығы космополитизм болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, унитарлық мемлекет терминінен гөрі көп ұлтты Қазақстан деген терминді қолдану, бұл космополитизмнің нәтижелері. Космополитизм бұл мынау азат тәуелсіз Қазақстанда бұл коммунизмнен де аса зиянды болып табылады. Сондықтан біз космополитизм туралы жетік білуіміз керек. Космополитизмнің тағы да бір көздейтіндігі, бұның енді жақсы жақтарын айтатын болсақ, бұл визасыз көптеген елдерді жаңағы елдерге бару мүмкіндігін беру деп айтады. Бірақтан да өздеріңіз білесіздер, унитарлық мемлекеттерге визаны алып тастау, ол қауіпті болып табылады. Ол ұлттық қауіпсіздікке тікелей әсер етеді Қазақстан сияқты елдерге. Ал енді космополитизмнің зияндары қай жері ыңғайлы болса, сол менің отаным деген көзқарасты ұстанады. Бұл патриотизм мен отаншылдыққа кереғар келетін идеология болып табылады. Сондықтан қазақ елінің жастары, қазақ халқы космополитизмді білу керек, дүбәра болмау керек. Текті қазақ ұлты ата заңда жазған унитарлық мемлекеттігіміздің анықтамасын толық білу керек. Космополитизмнен жиренейік, унитарлық мемлекет екенімізді жиі айтып жүрейік, ұлттық мемлекет құрған қазақ елі мәңгі жасасын.